Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздерге пирожки көрсетемін. 700 грамм ұнға 2 шай қасық тұз саламыз, 1 шай қасық песок саламыз, 2 шай қасық дрожь саламыз и 700 мл жылы суға илейміз. Илеген кезде жұмсақ болу керек қамырымыз. Тығыз болмау керек. Жақсылап илеп 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз осындай болу керек. Қамырымыз ашыды. Картошканы алдын ала пісіріп қойдым. 300 граммдай картошка. Пиязымызды қуырып қойдық, 50 граммдай. Соны араластырып, тұз бұрышын салып, қамырымызды 60 граммдай домалақтап қойып қоямыз. Жайып, картошканы ішіне салып, осылай ораймыз. Жақсылап орап, жабыстырып, үстінен басып, осылай жасай береміз. Пирожкиді орап атқан кезде газге табаға майды қойып, қыздыра беру керек. Бір жағынан пісіре беруге бола береді. Себебі бұл қамыр жұмсақ. Осылай пісіре береміз. Бұл тез көтеріледі. Екі жағын пісіріп, қызартып, салфеткеге қойып қоямыз. Салфетка төсеп қою керек. Себебі барлығы май сіңу керек салфеткеге. Осылай пирожкиміз дайын. Лайк басып тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше.